Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Экспо 2017 көрмесі деп аталады. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін, аннотация, тезис жазу. Балалар, осы тақырып төңірегінде сұрақ-жауап берейік. Экспо деген не? Елордамызда өткен экспоға бардың ба? Қандай әсер алдың? Көрмеде сені не таңғалдырды? Экспо тарихын білесің бе? Баршамызға аян, Экспо 2017 көрмесі біздің елімізде өтті. Ал бұл көрмені өткізу бақыты бізге қалай бұйырды? Ендеше соған тоқталайық. Назар салып тыңдаңыздар. Парижден сүйінші хабар. 2017 жылы елорда төрінде халықаралық экспо көрмесі өтетін болды. Экспо өтетін шаһар кеше кешкісін белгілі болды. Басты үміткер екі қала еді. Ол Астана мен Бельгияның Льеж қаласы. Жасырын дауыс беруге халықаралық көрмелер бюросы бас ассамблеясына мүше 161 елдің өкілдері қатысқан. Астана халықаралық көрме өткізуге лайық деп 103 мемлекет дауыс берді. 44 ел қолдаған. Сөйтіп қазақ елі айқын басымдықпен жеңіске жетті. Қазақстан бұрынғы кеңістіктегі елдердің ішінде Экспо көрмесін өткізетін тұңғыш мемлекет. Астананы халықаралық көрмелер бюросына ұсынған тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Бұл Қазақстан үшін ғана емес, күллі ғалам үшін өмірлік маңызы бар ортақ тақырып. Сол себепті көптің таңдауы бізге түсті. Қуанышты хабарды ести сала, Парижде жұмыс сапарымен жүрген мемлекет басшысы тілшілерге сұхбат беріп, қазақ халқын үлкен жеңісімен құттықтады. Бұл нені көрсетеді? Біріншіден, біздің елімізді тағы да дүние жүзі білетіндігін көрсетті, қандай ел екенімізді. Екіншіден, біздің елордамыз Астана қаласы мұндай ауқымды, үлкен, көлемді жиылыстарды өткізетін мүмкіншілігі бар екенін көрсетті. Бұл оңай мәселе емес. Біз көп тер төктік осы үшін, көп жұмыс істедік. 20 жылдағы істеген шаруамыз Қазақстанның өсіп өркендеуі, дүние жүзімен терезесі тең болуының тағы бір дәлелі, қуанышты жағдай деп айтуға болады. 2010 жылы біз Европадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының жиналысын өткізгенде біз еліміздің төбесін көкке көтерген болатынбыз. Мынау дәл осындай, одан да үлкен. Себебі осы Экспо 2017-ге 4-5 миллиондай адам келетін болады Қазақстанға деген сөз. Олар бүкіл Қазақстанға келеді. Жаңағы мемлекеттің бәрі алып келіп өздерінің павильондарын орнатады. Біз де құрылыс жасайтын боламыз үлкен. Астана қаласында жаңа орталық болады, жаңа бренд болады, әдемі құрылыстар салынатын болады, кейін оны пайдаланатын боламыз. Біздің мынау жаңа энергия деген, жасыл энергия деген тақырыбымыз осы күнге қазір үздік тақырыптың біреуі болып саналады. Осы жөнінде енді мінекей жеңдік. 2017 жылға дейін көп шаруа атқаруымыз керек, дайындалуымыз керек. Менің ойымша, біз бұл шаруаны да дұрыс өткізіп, тиісті шаруаның барлығын жасайтын боламыз. Міне
Міне балалар, өздеріңіз жаңа ғана елбасының аузынан тыңдадыңыздар. Бұл 2012 жылдың желтоқсан айындағы сұхбат болатындығын, ал біз осы көрмені абыроймен өткіздік деп ойлаймын. Жалпы экспоны не үшін өткізеді? Экспо деген не? Оның тарихы туралы біз не білеміз? Мен сіздерге қазір экспо тарихынан бірнеше эксполарға тоқталып мағлұмат берейін. Назар салып тыңдап отырыңыздар. Экспо 1889 жыл. 1889 жылдың дүниежүзілік көрмесі Париж қаласында 6 мамыр мен 31 қазан күндері аралығында өткен. Трокадеродағы экспозиция аймағына кіреберіс аркасы ретінде инженер Гюстав Эйфельге әйгілі Эйфель мұнарасын салуға тапсырыс беріледі. Мұнараны көрмеден кейін бұзуды ұсынған. Эйфель мұнарасы Париждің ең танымал сәулеттік туындысы. Өзінің әйгілі құрастырушысы Гюстав Эйфельдің атымен аталған. Париждің бұл нышаны уақытша ғимарат ретінде 1889 жылғы әлемдік көрменің кіреберіс дарбазасы қызметін атқару үшін жобаланып салынған болатын. Манхэттендегі Крайслер салынғанға дейін 40 жыл бойы әлемдегі ең биік мұнара болып саналды. Экспо 2010. 2010 жылы 184 күн бойы 11 мамырдан 31 қазанға дейін Қытай Халық Республикасындағы Шанхайда дүниежүзілік көрме өтті. Көрменің тақырыбы «Жақсы қала, жақсы өмір» деп аталды. Көрме Нанпу мен Лупу көпірлері арасындағы Хуанпу өзенінің екі жағалауында 5,28 километр жағалаулық аймақта орналасты. Көрмені 70 миллионнан астам адам көріп қайтты. Көрмеге 198 ел мен 27 ұйым қатысты. Күн сайын 100-ге жуық іс-шаралар ұйымдастырылды. Ұйымдастырушыларға 12 миллиард табыс әкелді. Орта бизнес табысы 20% өтті. Экспо 2015. Милан. Парижде халықаралық көрмелер бюросы 2008 жылдың 31 наурызына бас ассамблеясында Экспо 2015 өткізу орны таңдалды. Жалғыз қарсыласы Измир, Түркия қаласы болды. 2011 жылы Италия үкіметі барлық елдерді көрмеге қатысуға шақырды. 144 ел, 3 халықаралық ұйым, 11 үкіметтік емес ұйым өз қатысуын растады. 1 мамыр 2015 жылы көрменің ресми ашылуы өтті. Ал балалар, осы көрменің құрметіне салынған мына ғимарат өмір ағашы деп аталады екен. Я балалар, экспо көрмесі туралы біз тарихымен таныссақ, аз да болса, бұл әлем тарихында бірнеше көрме өтті, бірақ мен сіздерге 3 көрменің тарихына тоқталдым. Ал экспо 2017 көрмесінің тарихын біз баршамыз білеміз. Ал енді ол біздің лексикалық тақырыбымыз болса экспо туралы, біздің грамматикалық тақырыбымыз құрмалас сөйлем болады. Құрмалас сөйлем, яғни 3-ке бөлінетін, біз өткен сабақта өткен болатын тұғымыз, бүгінгі біздің өтетініміз салалас құрмалас сөйлем. Құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты болып, бір-біріне бағынбай, өзара тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрін салалас құрмалас дейміз. Ал салалас құрмаластың құрамындағы жай сөйлемдер 2 түрлі жолмен байланысады. Біріншісі, мағыналарының жақындығына қарай іргелес тұрып, интонация арқылы байланысады. Мысалы, тәуелсіздік алғалы көп нәрсеге қол жеткіздік. Тіліміз де, дәстүріміз де қайта оралды. Екінші жолы, салаластың құрамындағы жай сөйлемдер өзара жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, бас қаламызда өткен көрмеге барғым келген еді, бірақ оған мүмкіндік болмады. Сонымен қатар, балалар, бүгін біз аннотация туралы да өтеміз. Қазіргі берілген мәтінге оқулықтағы аннотация жазып үйренеміз. Аннотация, ол латынның аннотатио, ескертпе.
яғни сөзінен шыққан кітап, қолжазба, монография, мақала және тағы басқа басылымдардың қысқаша мазмұны ерекшеліктері сипатталады аннотацияда. Сонымен қатар автордың аталған басылымды және тағы басқа жазудағы мақсаты айтылып, шыққан жері мен уақыты көрсетіледі. Аннотация жазуға қойылатын талаптар: мазмұнды қысқаша баяндау, көпшілікке арналып түсінікті жазылу, мәтінде айтылған ақпараттың ерекшелігін айту, автордың осы басылымды жазудағы басты мақсатын айқындау, аннотация жазылып отырған мәтінге баға беру. Балалар, енді біз осы тақырыптар төңірегінде мына тапсырмаларды орындайық. 47-ші бет 4-ші тапсырма. Мәтінді оқып, салалас құрмалас сөйлемдерді тап. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтап, аннотация жаз. 49-ші бет 6-ші 7-ші тапсырмалар. Берілген жай сөйлемдерді салалас құрмалас сөйлемдерге айналдырып жаз. Ақын Қалқаман Сариннің өлеңінде қанша құрмалас бар екенін анықта. Балалар, біздің сабағымыз осымен соңына жетті. Бүгінгі сабақты біз бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Қызыл түс түсінген жоқпын, сары түс әлі де тәжірибе қажет сұрақтар бар, жасыл түс барлығы түсінікті. Өз ойларыңызды комментарийға мен жасыл түсті таңдадым, мен сары түсті таңдадым, немесе мен қызыл түсті таңдадым, маған әлі де осы тақырыптар жөнінде толығырақ білгім келеді деп жазып кетсеңіз, зейіндеріңіз ашылсын, сіздерге қайырлы білім болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.